сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Назарбаев Бұхарада Өзбекстан президенті Мирзиёевпен кездесті. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаев қаланың тарихи, мәдени, көрікті жерлерімен танысу үшін Бұхара қаласына барды. Сапар барысында Назарбаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен бейресми кездесті. Бұл кездесу Мирзиёевтің аталған облыстағы әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне арналған жұмыс сапарымен тұспа-тұс келген. Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёев бірге Бұхараның бірқатар маңызды да көрікті жерін аралады. Олар қаланың мәдени тарихи мұрасын талқылап, оның Өзбекстан үшін ғана емес, бүкіл өңір үшін маңыздылығын атап өтті. Еске сала кетсек, қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаев халық алдына сирек шыға бастады. 2023 жылдың қаңтарында бұрынғы президенттің жүрегіне емдік диагностикалық еш-шара жасалды. Назарбаевты соңғы рет жұртшылық БАЭ-де жүргенін көрген. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.